Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. 8-ші сынып бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз солтүстік жартышар материктерінің климаты. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз Еуразия материгінің климат ерекшеліктері және солтүстік Америка материгінің климат ерекшеліктері. Кеттік, сабағымызды бастаймыз. Солтүстік жартышар материктеріне біз жатқызамыз Евразия материгін және солтүстік Америка материгін. Осы екі материк кіреді. Бұлар солтүстік жартышар аумағында орналасқан Евразия мен солтүстік Америка материктерінің климаттық белдеулері бірдей болғанымен, яғни климаттық белдеулері бұларда бірдей. Мысалға, арктикалық белдеу екі материктен де өтеді. Және қоңыржай белдеуде бұлардан екеуінен де өтеді. Бірақ осындай әртүрлі климаттық белдеулер бірдей өткенімен, бұлардың ішкі климаттық көрсеткіштері әртүрлі. Еуразия материгі солтүстік жартышардың барлық климаттық белдеулерін кесіп өтеді. Тіпті оңтүстік шығысындағы аралдар, мына аралдар, мына жақтағы аралдар, бұлар оңтүстік жартышардың субэкваторлық белдеуіне дейін өтіп кетеді мына аймақта. Мысалға, мынау экватор өтсе мына жерден. Мына жерден экватор кесіп өтсе, осыдан да асып кетеді Еуразия материгінің аралдары. Еуразия климаттық жағдайлары батыстан шығысқа қарай өзгереді. Яғни батыс желдері басым әсер етеді бұл Еуразия материгінің климатына, батыстан шығысқа қарай. Материктердің географиялық орны мен әртүрлі ендіктерде орналасуына байланысты күн сәулесі поляр шеңберінен солтүстікке қарай орналасқан бөлігіне аз түссе, ал оңтүстікке қарай оның мөлшері артады. Бұл барлықтарыңызға таныс, экваторда орналасқан жер, осы экваторда орналасқан аймаққа күн сәулесі әрқашанда тік әрі мол түседі, көп түседі күн сәулесі. Ал солтүстікке қарай оның түсуі азая береді. Бұл барлықтарыңызға таныс құбылыс. Сондықтан Еуразия материгінің солтүстігіндегі поляр аймақтарына күн сәулесі аз түседі. Материктердің аумағына қарай жауын-шашынның мөлшері мен түсу мерзімі әртүрлі болып келеді. Және де жауын-шашын көп түсетін жерлермен қатар материктердің көпшілік бөлігінде, әсіресе ішкі аудандарында, мына жақтарда, ішкі аудандарында климат өте құрғақ болып келеді. Евразия материгі климаттың ең басты белгісі бұл географиялық орнының ерекшелігіне байланысты. Материк климатының қалыптасуына, яғни Еуразия материгінің және солтүстік Америка материгінің климатының қалыптасуына бұл жағалық сызықтың тілімдену дәрежесі де өз әсерін тигізеді. Жағалық сызықтың тілімденуі дегеніміз не? Жағалық сызықтың тілімденуі дегеніміз бұл мына мұхиттардың жағасындағы, яғни материктің жағалауының тілімденуі әртүрлі болды. Мысалы, мынандай әртүрлі аралдардан тұруы, осылай кесіліп кетуі, яғни мынандай шығанақтардың көп болуы мына жақтарда, және түбектердің көп болуы, осы бізде жағалаудың тілімденуі деп аталады. Және де осы жағалауда тілімденіп аралдардың көп болуына байланысты осы материктерге мұхиттардың әсері көбірек түседі. Және де осы екі материктің де климатына әсер ету дәрежесі жағынан атмосфера циркуляциясы өте көп әсер етеді. Мысалға, ондайға біз жатқызамыз ауа массалары, қысым орталықтары және басым желдер. Мына жақта батыс желдер, пассаттар, муссондар, осылар да өз әсерін тигізеді. Солтүстік Америка материгінде географиялық орнының ерекшеліктеріне байланысты солтүстік жартышардың экватордан басқа барлық климаттық белдеулері кездеседі. Яғни солтүстік Америкада экваторлық белдеу кездеспейді.
тек мына жақта субэкватордан басталады. Бұл жерде климаттық белдеу. Және де осы экватордан басқа барлық климаттық белдеу кездеседі. Евразия материгіндегі ауа циркуляциясының басты бағыты батыстан шығысқа қарай өзгерсе, яғни батыс желдер көп әсер етсе, ал солтүстік Америкада ауа массалары солтүстіктен оңтүстікке қарай әсер етеді. Мына жақта солтүстіктен оңтүстікке қарай. Бұның себебі, яғни солтүстік Америкада солтүстіктен оңтүстікке қарай ауаның қозғалуының себебі бұл батысында және шығысында таулардың болуы және де орталықтың жазық болып келуі. Сол себептен ауа массалары бұл жақта солтүстіктен оңтүстікке және оңтүстіктен солтүстікке қарай қозғалып отырады. Осылай жоғарыдан төмен, төменнен жоғары. Осы ауаның солтүстіктен оңтүстікке қарай қозғалуына байланысты солтүстік мұхит, яғни арктикалық мұхиттан келетін ауа массалары еш кедергісіз мына жақта Мексика шығанағына дейін жетеді. Мексика шығанағы мына жерде орналасқан, мына жақта. Осы жаққа дейін жетіп, ауа райын суытады. Ал Мексика шығанағы үстінен шыққан ылғалды тропиктік жылы ауа массалары, Мексика шығанағынан шыққан тропиктік жылы ауа массалары солтүстікке қарай жетіп, Гудзон шығанағына жетіп, мына жерде орналасқан Гудзон. Осы жерге дейін жетіп, қыс кезінде күннің күрт жылынуы байқалады осы аймақтарда. Евразия материгінің қысқы климаттық жағдайына бір ғана орталық Азия максимумының ықпалы тұрақты әрі басым түрде әсер етеді. Орталық Азия максимумы бұл тек қыста ғана байқалады. Мына жақта орналасқан орталық Азия максимумы. Неге? Себебі бұл кезде қыста осы орталық Азияның үстінде қысым өте жоғары болып, ауа райы салқын болады. Қыс өте салқын жүреді. Бұл Сібір аймақтары және осы орталық Азияға, осы орталық Азияда қатты байқалады. Ал солтүстік Америка жерінде бірнеше жоғары қысым орталықтары бар. Солтүстік Америка жерінде жазда ауа райы жиі құбылады, және де жиі өзгеріп отырады. Материктің орталық бөлігінде қысым төмен болып, циклондардың өтуі өте күшті желдерді қалыптастырады. Ондай желдер бізде торнадо деп аталады. Торнадоны сіздер барлықтарыңыз білесіздер, осындай үлкен құйынды жел, апатты жел, өзінің жолындағы барлық нәрсені қиратып, ұшырып алып кетеді. Солтүстік Америкада торнадоның жиі байқалатын жері бұл орталық және ұлы жазықтардың шектескен аймағы. Мына жақта орталық және ұлы жазықтар мына жақта. Осы аймақта торнадо өте көп кездеседі. Бұл желдердің жылдамдығы, яғни торнадоның жылдамдығы 200-300 км сағатқа дейін жетеді. Торнадоның жиі байқалатын кезі жаздың ортасы мен күздің басы. Торнадо құбылысы осы аймақтарда, яғни солтүстік Америкада жылына 100 реттен қайталанып отырады. Жаздың аяғы мен күзде материктің оңтүстік шығысында тропиктік циклондар күшейеді, яғни солтүстік Американың оңтүстік шығысында Кариб теңізі аймағы мен Мексика шығанағының жағалауын қамтиды. Және де сол аймақтарда өте апатты жағдай қалыптасып, үйлер тағы басқалар қирайды жыл сайын. Тропиктік циклондар солтүстік Америкада ураган деп аталады. Бұл үндістердің тілінен шыққан сөз, ураган деген өте апатты жел. Яғни осы әлемдегі ең қауіпті циклондар бұл тропиктік циклондар. Неге? Себебі бұлар өте күшті желдерді туғызып, үйлерді тағы басқа құрылыстарды қиратады. Түсінікті ғой. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош, сау болыңыздар.